Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда сіздерге осындай сүйкімді кішкентай букеттердің жасалу жолын үйрететін боламын. Бізге ол үшін синельная проволока деген қажет болады. Жасылы және розовый қажет болады. Және клеевый осындай жасыл лента, шпажка және қаптау үшін скотч, гүл орайтын қағаз және өзіңізге ұнаған лента қажет болады. Ең алдымен 2 штук синельная проволоканы осылай қақ ортасынан майыстырып алатын боламыз. Және майыстырып алғаннан кейін екеуін бір-біріне кигізіп қарама-қарсы бағытта екі жағынан орап қатайтатын боламыз. Және екеуін де бір бағытқа қарай осылай майыстырып алдық. Енді ортасындағы екеуін қақ ортасынан 2 рет осылай орап алатын боламыз. Және екі жағында шығып тұрғанды міне осылай екі жағындағы шығып тұрғанды осылай кигізіп орайтын боламыз. Екінші жағында дәл солай кигізіп ораймыз. Енді төңкеріп сол кигізіп орағанымызды осындай ортасына кіргізіп бір жерге шоғырландыратын боламыз. Және ең соңғысын алып төбесіне барлығын бір жерге орайтын боламыз. Міне осылай ораймыз. Және қолымызбен төбесін үшбұрышты қылып, қолымызбен майыстырсақ, іші проволока болғаннан кейін әр жаққа қарай иіліп кете береді. Осындай гүлдің күлтесінің формасын беретін боламыз. Қолымызбен майыстырып формасын келтіретін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет тез көрсетіп жіберейін. Ортасына бір бүктейміз. Екеуін бір-біріне қарама-қарсы бағытта кигізіп, проволокаларымызды бір бағытқа майыстыратын боламыз. Майыстырдық. Енді қақ ортасынан осылай орап, келесі екі жағына кигізе отырып майыстырып, қайтадан алдыңғы жерге осылай ортасынан кіргізетін боламыз. Ең соңғы шашақтарын кигізіп, барлық проволокаларды бір жерге майыстырып орайтын боламыз. Және қолымыздың көмегімен майыстырып, күлтенің формасын беретін боламыз. Бізге дәл осындай 3 күлте қажет болады. Міне 3 күлтені дайындап алдық. Енді жапырағын дайындау үшін 2 проволоканы алып, қақ ортасынан 2 бүктеп, барлығын бір бағытқа орап, соңындағы бір проволокамен барлық проволоканы жинайтын боламыз. Қолымызбен форма беретін боламыз. 2 жапырақ үшін 4 проволокадан осылай 2 жапырақты 2 кеуден жасап шығаратын боламыз. Міне әртүрлі бағытқа майыстыра берсеңіздер болады. Енді шпажкамызды алып, күлтелерін осындай клеевый лента арқылы осылай тартып отырып жабыстыратын боламыз. Өзінің клейі бар, тартқан сайын мықтап жабысып қалады. Екінші күлтемізді осылай бағанағы артық шығып тұрған проволокаларымызды осылай жауып тастайтын боламыз. Мен кішкентай гүл болғандықтан 3 күлте ғана қолдандым. Сіздер бір-бірінің сыртынан қабаттап, үлкен гүл болу үшін 6 осындай күлте пайдалансаңыздар болады. Қолыңызбен осындай гүлдің формасын, бұл тюльпан гүлі, соның формасын беретін боламыз. Және шпажкамызды толықтай айналдырмас бұрын ортасына жапырақтарын
осылай кіргізіп жіберіп гүлімізді дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Ыстық клей, қайшы ештеңе қажет емес. Міне, біздің бір штук тюльпанымыз дайын болды. Қолымызбен осылай формасын келтіріп жіберетін боламыз. Өте әдемі, пушистый гүл дайын болады. Енді бір розовойды алып, осындай таяқшаға орап, шығарып аламыз да, жасыл проволоканы біреуін алып, осылай ортасына кіргізіп, барынша қатырып, осылай айналдыра орап тастаймыз. Және бағанағы әр кольцосын осылай жалпақ қылып ашып, майда гүлдің көлемін беретін боламыз. Бұл бізге тюльпанымыздың қасына қосымша болсын деп, әдемі болып тұру үшін қосатын боламыз. Өте нәзік, әдемі гүл шықты. Міне, сіздер 2-3-еуін қоссаңыздар да болады, әртүрлі түсінен қоссаңыздар да болады. Бағанағы клеевый лентамен қосып, гүлімізге орап жіберетін боламыз. Міне, өте әдемі гүл пайда болды. Енді гүл орайтын қағазымызды осылайша қиып алатын боламыз. Міне, скотчымызды алып, осы қиып алған кішкене қағазымызды ішке қарай екі жанынан скотч арқылы жабыстырып алатын боламыз. Енді бағанағы артық қалған қағаздарды кішкентай төртбұрыш етіп қиып алып, скотчтың көмегімен осылай әдемі форма шығу үшін осылай ішке қарай қайырып, екі жағынан осылай дайындап алатын боламыз. Енді гүлімізді қақ ортасына қоямыз. Және міне осылай букетіміздің формасын келтіріп ұстап алып, тағы да кішкене төртбұрышты қағазбен жауып, дәл осы жерден лентамен қысып, байлап, бантиктеп жіберетін боламыз. Міне, мен байлап алдым. Және қолымен қағаздарымыздың барлығын тегістеп, дұрыстап, әдемі форма беріп жіберетін боламыз. Бізде осындай әдемі мини букеттер шықты. Оның көлемі бар болған осы қолдың көлеміндей ғана. Кішкентай қыздарымызға 8 наурызға подарка берсеңіздер болады.